Мында кесек уже кісілер бар. Жігіттер, балық бар ма? Балық? Yazғы тағы да. Құтты болсын. Кен стейкімізді. Шайымыз қайнады. Балық ұстадым дейді. Судак. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін кезекті балыққа шығып жатырмыз. Бүгін қайда барамыз? Так, Сабынды жаққа барамыз бүгін. Бүгін Сабындыға барамыз. Сабындыны көреміз. Манчуктың ар жағында. Бізбен бірге болыңыздар. Лайк басыңыздар. Алып біз кеттік. Құрметті достар, Манчукке барған кісілер бар ма? Комментарийға жазыңыздар. Кім барды, что-там, қандай балықтарды суатады. Әбезбен, сыртпен бара жатырмыз. Тәкең екеуміз. Қаладан шықтық, Сабындының жолына түстік. Неде знак тұра, Астана бітті деп. Сабындыға келдік. Мына знак, мынадан поворот, ал біз Астана құтыр, содан сола қарай бұрыламыз. Сабында ауылы мостқа келдік. Сабында Нұра өзеніне. Қазір осы жерден сол қарай бұрыламыз. Мында кісілер рыбактар отыр. Біздің басқа видеоларымыз көріп кетсеңіздер болады. Сол жерде бірнеше көптеген балықтар ұстағанбыз осы арада. Мұнда кесек уже кісілер бар екен. Балық ұстап отыр екен. Жігіттер, балық бар ма? Балық? Ау! Таңертеңнен бері отырмыз, тыныш? Талдардың арасына кіріп келе жатырмыз. Артымызға машинаны қалдырып кеттік. Мына жерден өте алмайды екен. Мына жер саяз сияқты. Біз енді басқа жаққа бара жатырмыз қазір. Мына жерде зацеп болады. Лақтырған күрчектің бәрі ілініп қалады. Сондықтан бұл жерге отырмайтын болдық. Қазір келесі ары қарата барамыз. Мында талдардың арасына келдік. Осы жерден қараймыз қазір. Как там, что там деген де ғой, жігіттер. Мінеке достар, точкаға келдік. Жаңа анау төбеге келдік та. Машина бері қарай өте алмайды екен. Біз айланып осы жерге келдік жалпы. Мына жер керемет жер екен. Тәкең прикормка дайындап жатыр. Қармақтардың орнын дайындап жатырмыз. Сеткін лақтырып қоямыз, живецтер ұстауға, кішкентай. Бірінші қармағын лақтырып жатыр. Достар, келіп жайғастық. Жайғасып алдық та, шайымызды ішіп алдық. Қармақтарды лақтырып алдық. Енді сол сетканы тексерейік деп жатырмыз. Қармақтардың барлығын бір тексеріп шығамыз. Что там, балық бар ма екен? Мә! Балықтар түсті. Кішкентай балықтар түсті мұнда. Көрініп тұр ма? Қазір көрсетейін сіздерге. Осыларды лақтырып қоямыз қазір енді пока. Мынандай балықтар түсті. Майшабақтар. Майшабақтар. Осыларды іліп қоямыз неге? Күрчекқа. Қармақтарды бір тексеріп тастайық.
Майда балықтар жеп кетіпті. Шылаушанды қойып едім, оны да жеп кетіпті. Қазір ауыстырып қайтадан саламыз. Құртты ілдік, кішкентай балығымызды ілдік. Осыны лақтырамыз. Енді балық түседі, қараңыздар. Қармақтарды лақтырып қойдық. Енді күтеміз. Жаңалап, ішіндегі құрттарды, шылаушандарды ауыстырып, кукуруз салдық. Жаңағы жібетістер салдық, сеткадан ұсталған. Енді күтеміз. Спиннинг лақтырып көріп жатырмыз. Түспеді. Түнде түсетін шығар, енді түнде көреміз, достар. Түн батып жатыр, қараңғы түсіп жатыр. Түнде балық түсіп қалатын шығар. Міне бірінші поклевкамыз отыр біздің. Тәкеңнің қармағына. Міне, келатыр. Давай. Келатыр. Сымылда. Опа! Есть. Тамаша. Тамаша, спочины, тәке. Бірінші балық, яз. Үлкен, размер жақсы. Нормально, 700 грамм где-то. Керемет. Құтты болсын, тәке. Клев басталды. Қатты ұстау керек оны. Қолға тұрмайды ол. Қолға тұрмайды екен. Керемет. Тәке, құтты болсын. Керемет. Спочины, где-то бір 700 граммды, 800 граммдай бар. 800 грамм бар ғой деймін. Құтты болсын. Все, клев басталды, жігіттер. Кешке басталды. Лайк басып қойыңыздар. Сеткаға саламыз. Қанжығамыз майланды. Ары қарай күтеміз. Клевті. Стейк жасаймыз тағы да. Стейк тағы да. Жаңағы ұстаған балықты да пісіреміз, құдай қаласа бүгін. Мінекей достар, отымыз жанып жатыр. Ар жағында шай қойып қойдық. Стейк пісіреміз. Балықты фольгада пісіреміз қазір. Қазір балықты тазалап, фольгаға орап, мариновкасын жасап пісіреміз бұйыртса. Шай қайнады. Қазір демдеп аламыз. Заваркасын салып, әдемілеп. Достар, бірінші ұстаған балығымызды қазір бір әдемілеп тұрып, бір приправамен, тұзбен мариновать етіп, отта пісірейін деп жатырмыз. Осындай табиғаттың аясында тазалап, жуып, шайып, шишуясын алып тастадық, міне тап-таза болды. Балықты отта пісіреміз. Достар, балық ұстауға келдік, балық ұстадық. Енді сол балықты пісіріп жеп жатырмыз. Лайк басып отырыңыздар, енді бізбен бірге болыңыздар. Ішіне приправаны жіберейік. Стейктен кейін отқа қойсын балықты қоямыз енді. Ал достар, стейктің кезегі келді. Қазір стейкті дайындаймыз. Стейк жейміз, достар, стейк. Керемет стейк екен алай. Мұнда отымыз қызып тұр. Осы отқа етті пісіреміз, балықты пісіреміз. Мұнда шайымыз қайнап тұр. Тәкең бүгін кезекші. По кухне, дежурный. Мен балық ұстап жатырмын, Тәкең тамақ пісіріп жатыр.
Тамаша ет пісіп жатыр, достар. Аударыңыз. Ойбай. Балығымызды мына стейктің жанына үстіне қоямыз отқа. Керемет піседі. Мінекей. Жаңа тәсіл. Ал енді дәмді болған, дәмді болмаған піскен кезде сіздерге айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, мінекей мына жерде етіміз пісіп жатыр. Стейк, арнайы ет. Мұнда жаңа ұстаған балығымызды пісіріп жатырмыз. Астында шоқ деген қызарып тұр. Енді бүгінгі ауа райы керемет болып тұр. Жейміз қазір. О, мына қандай күшті пісті. Отта пісірілген стейк, ет. Піскен стейкімізді кесейік, әдемілеп. Мына ет деген керемет пісіпті. Шығалай піскен. Енді бұл етті жегенді арманда, жемегенді арманда керемет піскен. Керемет пісті негіз. Сочный, мощный, жұмсақ, керемет ет пісіпті. Жоқ па? Бар екен. Міне. Ох. Падлеш. Айттым ғой түседі деп. Падлеш. Тәкен қармағы жыбыр етеді. Сөйтсек, бір балық жатыр екен ішінде. Колокольчик. Қоймаппын ғой орнына. Колокольчик төмен тұр, соны шыңғырлап тұр, е? Ал, сеткаға лақтырыңыз. Қалтаңызды жарық бар ма? Жарты килограмм балық ұстады. Тәкен екінші балық ұстады, екінші балықты мінекей. Тура мен ұстағандай. Яз ғой тағы да. Құтты болсын, Тәке. Рахмет. Таза ғой, тап-таза. Әдемі. Тәкен екінші балығын ұстады. Сеткаға сап қойдық. Керемет рыбалка болып жатыр. Мұнда балық пен самсамыз. Самса алып келгенбіз. Тандырдың самсаны. Соны отқа қыздырып жатырмыз. Керемет болып жатыр мұна. Сәл күйіндері қапты енді бірақ. Мұнда самсаны жылтып жатырмыз. Балығымызда самсамызда пісті. Самсаны алып келгенбіз, отқа жылтып алдық. Мінекей балық. Балықтың иісі деген енді керемет болып тұр. Иіс ұрып тұрғандай. Отта пісірілген фольганың ішінде тұрған балық. Бұның ішіндегі согы. Аппетит ашылды стейктен кейін. Міне. Енді қазір омыртқасы бүйтіп шығып жатыр міне. Отқа піскен балық, достар. Еттен кейін, шашлыктан кейін, стейктен кейін ұстаған балықтарыңызды естіп, мариновать етіп, мынандай фольгаға, мангалға пісірсе, вообще керемет болады. Табиғаттың аясында шайымызды ішеміз. Бүгінгі балықтар құртқа түсті ма, шылаушанға түсті ма, или кукурузға түсті ма деген сұрақ туы мүмкін. Біздің ұстаған балығымыз живецке түсті. Мынандай ғана кішкентай живецке ғана түсті. Құртқа да түскен жоқ, құйрық майға да түскен жоқ, жалпы кукурузға да түскен жоқ. Бүгінгі ауа райы керемет, тамаша болып отыр. Жақсы демалыс. Біз шай ішіп, қармақтың қоңырауы қашан шыңғырлайды екен деп күтудеміз. Суға қарап, жағажайға. Ал достар, лайк баса отырыңыздар. Каналымызға тіркеле отырыңыздар. Балық ұстадым дейді. Че там? Как там? Судак кішкентай. Мынау жатыр ғой қармақта. Судак. Үндемей жатыр. Живецқа түсті. Живецқа түсіп ма? Судак бар. Кішкентай судак. Судак дедіңіз, судак ұстадыңыз. Қатты жұтып қойыпты бірақ. Ішіне кіріп кеткен ба? Мынаны енді жіберуге келмейді енді. Жаңа кішкентай живецтер бар еді ғой. Сол живецке түсті судак. Қайырлы таң. Бізде таң атты. Жаңбыр жауып жатыр.
Біз жиналып жатырмыз. Түнде бір балық түсті осы ысқырық бойынша. Таза кара шықты түнде. Ұйықтап атсақ ысқырып шақырып алды. Жаңбыр тоқтамады. Біз қайтып бара жатырмыз енді. Енді машинамен қалай шығамыз көреміз. Мына жерде кішкене дөңдер бар. Шығу сәл қиын болып тұр. Мүмкін шығып кететінбіз. О, ура, шығып кеттік. Құрметті достар, бүгін түнде кеше күндіз келіп, бүгін таңертең шығып қайтып бара жатырмыз. Рыбалка удалось, керемет болды. Біз сетка салып болып кішкенде жаңа малектар ұстадық. Сол малектар арқылы 5 балық түсті ғой, 4 балық түсті. 4 түрлі балық түсті. Сол малектар арқылы 4 түрлі балық түсті. Караш түсті, леш түсті, сосын кейін яз, бір судак түсті кішкентай. Біздің барған жеріміз өте тамаша, керемет жер екен. Сабындыдан өткеннен кейін мост кездеседі алдарыңызда, үшілесіз. Өте салысымен солға бұрыласыздар, суды жағалап кете бересіздер ғой. Мына өзен жағалап бара берсеңіздер, сол жақта керемет орындар көп. Кез келген жерге отыра қаласыздар да балық ұстай бересіздер. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен қайырласамыз. Сау болыңыздар. Керемет демалыс болды.